Мен байқамай тағы да аузымнан керек емес сөздер шығып кетті. Айтылмауы керек сөздер шығып кетті. Вот. Мен Поленканың техникаларын тағы да орындап бастадым, кітабын тағы оқып бастадым. Өз-өзіңе шындықты айту, адамда позитивті ойлану, адамдарға жақсылық тілеу, махаббат тілеу, байлық тілеу деген сияқты. Пока что жұрттың бәріне жақсылық тілеу менің қолымнан келмей жатыр. Шындықты айту өз-өзіме жаймен деп болып жатыр. И не айтайын деп едім, ладно, ұмытып қалдым. Мағына ондай емес. Не айтайын дедім? Мен ең бірінші Поленканы орындап бастадым. 3 жыл бұрын шығар. 2-3-4 жыл осылардың біреуінде. 2022-де ма? Бля, одан бері 4 жыл өтіп кетті, осындай. Вот сол кезде орындап бастадым. Мен ол кезде реально айтайын ештеңеге дайын болмадым. Маған қатты просто қиын болды деп айта салайықшы. Сол 2022-23 жылдары маған не болғанын өзіміз біліп тұрмыз, иә, екеуміз біліп тұрмыз. Болды, қалғанын білудің керегі жоқ. Мынау қай көше? Мына көшеге түсуге болмайды маған. Мына көшемен жүрмейміз. Так, енді 2026 жыл тамыздың 8-і мен тағы да сол кітапты оқып бастадым. Бұл жолы маған кейбір нәрселер түсініктірек. Өйткені мен енді біраз нәрседен, енді біраз демей ақ қояйын, өмірде көрген біраз емес, вот 1-2 нәрседен өттім деп айтайыншы. Өттім, маған кішкене түсініктірек бола бастады. Плюс мен бұл видеоны не үшін жазып жатырмын? Мен закрепка қойып қоямын мына видеоны. Мен осы Поленка бойынша түсінгендерімнің бәрін неге жазамын? Отнет. Өйстіп камераға жазам. Камераға жазам да ютубқа салып қоямын. Қандай өзгерістер болып жатыр, не болып жатыр? Өйткені фиксация арқылы осы тіркеп біліп отыру арқылы мен қандай өзгеріс болып отқанын бірден байқаймын. Бірден байқау үшін бұның бәрі. Екінші, пайдалы техникаларды салып отырамын. Вот созидательно думать, созидательно деген нәрсе бар. Мен оны әлі түсінбедім. Не то что жоқ, түсінбедім емес, мен оны түсініп тұрмын, бірақ өмірде қолдану. Вот, мен именно Поленкаға келгенде мен оның айтқан сөздерін қалай өмірде қолдану керек екендігін онша түсіне бермеймін. Қай жерде қолдану керек, нақты қалай қолдану керек, әлі менің миыма жеткен жоқ. Мен кітаптың басында жүрмін, әлі сразу айтайын. Күніне аз-аздан оқып жатырмын. Енді думать созидательно, бұл маған ағайдың түсіндіргені бойынша ол міндетті түрде позитивті ойлау. Мысалы, мен қазір дұрыс айтып жатырмын ба, дұрыс емес айтып жатырмын ба? Ладно, мен қазір дұрыс емес айтып қоюым мүмкін. Мен енді лучше барып біліп келейін, қандай екенін нақты. Содан кейін айтамын. Лучше солай жасайыншы. Мына видеолардың бәрін мен өзіме арнап түсіріп отқандықтан маған мына жерде сенікі дұрыс емес, бір бәле дейтіндер бола ма болмай ма білмеймін даже. Өз ойларың өздеріңе. Мен бұл жерде ешкімді үйретуге тырысып жатқан жоқпын, ешкімге ақыл айтуға тырысып жатқан жоқпын. Бұның бәрі менің тренировкам үшін және чисто өзім үшін. Неге мен бұның бәрін ютубқа салып жатырмын? Ол да тренировка. Ну тағы да соткам өшіп жатыр, короче. Ол да тренировка. Солай. Так что все болды, давайте. Ертең айтамын. Бір күнде көп сөйлеуге болмайды.